Иесі ауласына ұрының кіріп жатқанын байқап қалып, оған: Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Саған не керек? Деп сұрады. Ұры тұра қашты, ол артынан қуды. Ұры айдалаға қашты, ол артынан қалмай жүгіре берді. Ұрыны ұстауға жақын қалғанда, кенет артқы жағынан біреудің "Тоқтай тұр, қазір мен саған оны қалай ұстаудың әдісін үйретемін" деген даусы естілді. Қуғыншы елең ете қалды. Басына әртүрлі ой келді. Егер ұрыны ұстаудың жолын айтса, неменеге құлақ аспасқа, зорығып босқа жүгіргенше ақылын алайын, дейді де тоқтай қалып. Ал қандай кеңес айтасың? Деп сұрады. Мына аяғыңның астына қарашы, ұрының іздері жатыр. Осы із бойынша жүгіре бер, көп ұзамай оған міндетті түрде жетесің, деді. Қуғыншы өзінің алданғанын түсінді. Сені бірден дұрыс ақыл айтама десем, өзіңе бекер-ақ құлақ асқан екенмін. Сәл болмағанда өзімде ұрыны көйлегінен ұстап алуға шақ қалып едім, деп қатты өкінді. Өзіңе сенімді болсаң, неменеге біреудің сөзіне құлақ асып жүрсің, деді де, әлгі адам өз жөнімен жүре берді. Қуғыншы бармағын тістеп үйіне қайтты. Бір сапарға шықсаң, баратын мақсатыңды анық білсең, жолай кездескен жұрттың сөзіне құлақ аспа. Әсілі, бізді жолдан қалдыратын бас көзі мен құлағымыз. Көз айналаны қызықтап алданады, құлақ әр дыбысқа елеңдеп сабылады. Ниет пен ышық махаббат қана мұратқа жеткізеді. Әрі қарай ұрылар туралы қызықты мәліметтер. Ұрылар тым қатал, мейірімсіз дегенді кім айтты? Бес саусақ бірдей емес дегендей, ұрылар да әртүрлі. Соның ішінде қайырымды ұрылар да кездеседі. Шведтік Умея университеті профессорының ноутбугын ұрлап кеткен ұры ішіндегі бар затын флешкаға жазып өзіне жіберген екен. Профессор ноутбугының ұрланғанын біліп, қатты уайымға салынған, өйткені ішінде 10 жылдай жинаған еңбектері болған. Алайда ұрлаған ұры аса мейірімді болып, ішіндегі барлық құжаттарды флешкаға жазып берген екен. Төменгі Саксония үйлерінің біріне қарулы ұры кіріп келген. Пистолетпен үй күтушісін қорқытып тұрғанда, 7 жасар екі бала үй күтушісін жібер деп, бар бағалы затпен ақша әкеліп берген екен. Бұл көріністі көрген ұрының жүрегі жібіп, ештеңе алмай кетіп қалған. 2011 жылдың қазан айында жол жиегіне қойылған көліктен бір ұры 2 ұялы телефон және әмиян ұрлап әкетеді. Бір телефонды ашып қараса, ішінде балалардың порнографиялық суреттері бар екен. Бұдан ол қатты жеркеніп, бұл істің қаралуын сұрап, заң қызметкерлеріне өзі барып беріледі. Ұрының осы әрекетінен 46 жасар еркек ұсталады. Жеңілдетілген айыппен болмай қалған ұры 1 ай қамалып, айыппұл төлейді. Сауд Арабиясынан бір ұры 10 жыл бұрын ұрланған әшекейлерін иесіне қайтарып берген. Қожайынның айтуы бойынша, түн ішінде біреу келіп есігін қағады. Есікті ашса, босағада бір сөмке жатыр. Ішінде өзінің ұрланған әшекейлері және кешірім сұраған хат. Белгісіз біреудің көлігін ұрлап әкеткен бразилиялық бір ұры көлікті кейін қайтарып беріпті. Бар себеп, қожайын көлікте жатқан ұялы телефонына хабарласып, қазіргі уақытта ақшадан қатты қысылып жүргенін айтқан екен. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.